Алматыға іс-сапарға Мәлік ағаймен бірге баратынымды білгенде қуанып кеттім. Ол кісінің қызметі жай қатардағы инженерлердің бірі болса да, өзін үлкенді-кішілі зауыт адамдар қатты құрметтейді. Бірі жұмбақ адам десе, бірі көпті көрген адам, бірі басқаларға ұқсамайды, ерекше жан деп айтып жатады. Бірақ не себепті олай дейсің десе, ешқайсысы жарытып ештеңе айтпайды. Өздерінің бір құпиялары ашылып қалатындай жауаптан қашады. Әйтеуір ол туралы ешкім жаман айтпайды. Іс-сапарға шыққанда мен үшін біздің бастық секілді қатты ішіп, өзінің де өзгенің де мазасын мен берекетін алмайтын адам болса болғаны. Бірде біздің бастық Мәлік ағай туралы оның сөзімен бас директордың өзі де санасады. Жазған сұраныстарына үлкен жауапкершілікпен қара дегені бар. Бұлай бөле жара айту әдетінде жоқ еді. Онысы құрметтеу ме, әлде сескену ме, себебін біле алмадым. Онымен кейде оқта-текте жұмыс бабымен кездесіп қалғанымыз болмаса, араластығымыз жоқ. Мерекелерде зауыттағы іс-шараларға басқа қызметкерлер семьясымен келсе, ол жалғыз жүретін. Ол туралы менің есіме түскені, жақында зауыт кеңсесі алдында Майра, кәдімгі мен жақсы көретін Майрамен кездесіп қалды. Ол Дүйсен деймін. Алдағы демалыста тауға шығайық дегенде асығып тұрған түр көрсеткен мен күмілжіп қолымның тимейтінін айттым. Сол кезде қасымыздан өтіп бара жатқан сөздерімізді еріксіз естіген Мәлік ағай маған қарап жұмбақ күлімсіреген. Пойызға отырып билет тексергеннен кейін төсек орын алып жатып қалған мен қатты шаршағандықтан ба, жатысымен ұйықтап кетіппін. Мәлік ағайдың Дүйсен тұр, тамақтануға сені күтіп отырмын деген даусынан ояндым. Алматы-Москва жүрдек пойызы бір ырғақпен жүріп келеді. Ұйықтағаныма бірталай уақыт болыпты. Маған әйтеуір пойыздар күндізгіден гөрі түнге қарай жеңіл жүретін сияқты көрінеді. Басым жеп-жеңіл болып тыңайып қалыппын. Жоғарыдағы екі жас жігіттер тойдан келе жатыр екен, қатты ұйқыда. Купедегі кішкене столдың үстін Мәлік ағай дәмге толтырыпты. Мен де жолға алған тамақтарымды ала бастадым. Әр нәрсені бір айтып отырып тамақтанып та болдық. Бір кезде 40-қа толдың ба деп сұраған Мәлік ағай, осы күнге дейін үйленбей жүргенің не себеп деп төтесінен кетті. Үйленбей жүргеннің өзі жақсы деген кезекті жауабымды Мәлік ағай дені дұрыс жауап деп есептемегені көрініп тұр. 35 дейсің бе, аз жас емес қой деп бір тоқтады да, әрі қарай әңгімесін тез жалғастырып әкетті. Шырағым, уақыт деген білдірмей өтіп кетеді. Сені Майраның жақсы көретініне дау жоқ. Ол маған абанық байқалып тұрады. Себебі оның зауытқа келгеніне 5-6 жыл болып қалды. Кішкене коллективте адам тізе қосып бірге жұмыс істеген соң бір-бірін жақсы біледі. Әрбір адам кітап секілді ғой, тек оқи білу керек деп бір тоқтады. Майраның атын естігенде біреу жанды жерімді тырнап алғандай бұл тақырыптағы әңгімеге құлықсыздық танытқанымды білдіріп, терезенің пердесін ысырып, түнгі меңіреу далаға тесіле қарадым. Ыстықтағандаймын, ал бір жағынан еркек пен әйел қатынасы туралы әңгіме құлағыма жағатын секілді. Жалықпай тыңдауға бармын. Бірақ менің жеке басыма қатысты болмаса болғаны. Менің Майраны жақсы көретінім өзіме белгілі. Бірақ Майраның мені жақсы көретініне шүбәлі едім. Әрі оны соншалықты сырт көзге байқалып тұрады деп ойламаппын. Жуынып келген Мәлік ағай екі ойлы болып аз кем тұрды да, бір шешімге келгендей маған қарап, Дүйсен, сен сырыңды айтатын, сырласатын, ақылдасатын алдыңда ағаң, артыңда інің жоқ, досыңа да әртүрлі себептермен бар сырыңды айта бермейсің, намыстанасың, ұяласың, түсінбей қалама деп ойлайсың. Тіпті сол сырларың бір кезде әлде қалай уақытта өзіңе қарсы жұмсалады ма деп те қорқуың мүмкін. Мен басымдан өткен өмірімнің бір үзігін айтып берейін. Мүмкін ой салар, кәдеге асар, жол ұзақ қой деді. Жұрттың сүр бойдақ болып, қашанғы жүресің, қашан үйленесің дегеніне 40-қа келгенде оған дейін үй салып, машина алайын, сосын үйленем десем, тағы бірде, ой, осы күні қай бір дұрыс қыз бар дейсің деп танауымды шүйірген болып қоя саламын. Бірақ бар мәселе басқада еді. Ал Мәлік ағайдың сұрағы да басқаша. Ол сенің ішіңдегіңді көзбен оқып, біліп отырғандай. Өзіңіз біліңіз, уақыт өтсін ағай дедім. Ол кісі әңгімесін қоңыр дауыспен бастап кетті. Мен жас кезімде ауылдағы көрікті, әрі денелі жігіттердің алды болдым. Екі иығыма екі кісі мінгендей, қапсағай денелімін. Құдай берген өнерім бар. Арнаулы оқымасам да кез келген музыкалық аспапта ойнап ән салам. Қазір қойып кетсем де жолдастар мен таныстарым отырыстарда кездесе қалса, ой жайлауда айтшы, жоқ 16 қызды шырқашы деп
әркім жасына, көңіл күйіне қарай қалаған өлеңдеріне заказ беріп жатқаны, көңіл күйім болса өлеңдердің шығу тарихын, оқиғаларын өз басынан өткендей, сөз бен әуенге жанымдағы сезімнің сөлі мен селін қосып, майын тамызып айтып берем. Олар да риза, олардың риза болғанына мен де риза. Жаным рахаттанып қалады. Сөйтіп жүріп, құшағымда ай сайын бір қыз, олар өздері келіп құлаған соң қадірі болмайды ма? Әлде маған тәуір қыздар кездеспеді ме? Әйтеуір, олармен 2-3 рет бірге болғаннан кейін, олар мені жалықтырып жеріп шыға келемін. Мені қол жетпестей көрді ме? Олар да талапсыз қала берді. Атыраудың Әсила деген бір қызы маған үйлен деп біраз жүгіргенде, мен сенің бірінші жатқан еркегің емеспін ғой дегем. Ол, мен сенің алдыңда адал болдым. Мені жасөспірім кезімде бір мас адам зорлап кеткен деп шынымды айтып едім ғой. Мен сенімен болғанша басқа жігіттермен сүйіскен де емеспін деді. Азгем ойланғанмен, маған пәк болып кездескен қыздар да жетерлік деп күлгенімде ол жұлып алғандай. Ендеше сені солардың пәктігі ұрсын. Мен сені шын жүрегіммен сүйіп едім ғой деп көздеріне толған жасты көрсетпеуге тырысып жүгіріп кеткен. Мен ол кезде қыздар ғана емес, тума туыстар да, жұмыста бастықтарға дейін төбелеріне көтеретін. Жүрген жерім думан, ауыл түгіл ауданға келген әртүрлі комиссиялар мен атақты қадірлі деген адамдардың алдында өнер көрсетем. Табыс та жаман емес. Шынымды айтсам, сол қызға берген сондай мысқыл жауабыма әлі өкінемін. Сол қыздың қарғысы бірнеше күн құлағымда шыңылдап тұрғандай болғанмен, біраздан кейін ұмытып кеттім. Қайран 25-тің демімен алдартыңа қаратпайтын бұлқынған бұла күштің тасқыны шығарып, кез келген ортада суда жүзген балықтай өзімді еркін сезінемін. Сөйтіп жүріп үйленіп, ажырасып та үлгердім. Олардың арасында көлденең кездескен әйелдермен кездейсоқ байланыстырғаншама. Сөйтіп жүріп 32-ге толдым. Сол кезде менің өмірімде бір өзгеріс болып, басымда қара бұлт торлады. Бір рет әйелмен оңашада ыңғайсыз жағдайға қалғаннан кейін, сол жағдай бірнеше рет қайталанған соң, әйел атаулыға беттемей қалдым. Тағы бірде бір қылықты әйел үйіне шақырып, тәтті қылығына денем балқып, төменгі жағым жыбыр-жыбыр етіп жан біткендей болып еді. Жеме-жемге келгенде қанша тырыссам да түк шықпады. Қылықты әйел істемейтіні бар, қатын етеңін деп былш еткізді. Содан кейін үйленбек түгіл әйелдерге жақындауға қорқатын болдым. Менің өмірімде басқа бір кезең басталды. Алматы мен Москваның арасындағы қалалардағы талай дәрігерлерге көріндім. Бойыма қан жүгіргенмен әйелге жақындағанша күш кетеді. Не керек, әйтеуір дәрігерлердің қойған диагноздар мен қолданған емдері қаншалықты әртүрлі болып, әртүрлі ем қолданса да нәтиже болмады. Менің емделуден де бетім қайтып шаршадым. Шетелге шығып, емделу ол кезде Советтер одағы дейтін үлкен елде ілуде біреулерге ғана бұйырған. Оның үстіне қаржы жағы да қол байлау болды. Жылына алатын демалысың да бірақ ай. Одан шешем қайтыс болып ажырасқан әйелім басқа қалаға көшіп кетіп, жаныма жұбаныш болатын жалғыз баламен кездесу де проблема болып қалды. Жанымда арақпен жұбатқым келіп, бөтелке мен ащы суды жақсы көріп, бірге ішетін бөтелкелестермен дос бола бастадым. Осы арада тағы 2-3 жыл зу етіп, менің еңсем түсіп, бұрын маған сүйсініп, таңданып қарайтындардың енді маған мүсіркей тіпті жиіркене қарайтындарын сезе бастадым. Әйтеуір денемді сүйреп жұмысқа келем. Көңілімді ауламақ болған дос-жаран, тума, туысқандарға ыңғай бермеймін. Олар менің көңілімдегі ең үлкен қорлықты білмек түгілі сезбейтін де. Сол кезде тағдыр маған аяулы бір періште әйелді жолықтырды. Алима маған тағдырдың тартқан үлкен сыйы еді. Үлкен зауыттың өндіріс пен жоспарлау бөлімінің кабинеттері қатар орналасқан. Соның бірі мен істейтін өндіріс бөліміне шамамен жасы 35-тің 37-нің арасындағы аққұба келген тартыншы келіншектің жаңадан жұмысқа тұрғанын біздің бөлімнің жігіттері бір-ақ күнде білді. Оған себепші Алиманың өзі болатын. Бөлімдегі 4 жігіт айдың аяғы болғандықтан 4 столды құшақтап, мұрындарымыз шаншылып, жұмыстарымызбен айналысып отырғанбыз. Жігіттер, саламатсыздар ма? Мына тоқ шайнекті жөндеп бересіздер ме деген таза мөлдір дауыс естілгенде денем шым ете қалды. Неге сонша елең еткенімді білмеймін. Шын болса кейде адамға Құдай сездіреді дейді ғой. Бұл дауыстан кейін бір түрлі күйге түскеніме өзім де түсінбеймін. Еш нәрсеге мән бермеген болып, басымды көтермеген күй отыра бердім. Әйелдер туралы ойлауға өзіме өзім тыйым салғалы қашан. Аздан соң, о мәке, мынаны сіз қарамасаңыз біздің қолдан келмейді екен деген әзілкеш жандостың ойнақы даусын естіп,
басымды көтердім. Әйелге көзім түскен, менің көңілім ойсырап, қарным ашып қалды. Алдымда аққұба, еш ерекшелігі жоқ, қарапайым ғана әйел тұрды. Жаңағы мөп-мөлдір дауыстың иесі менің ойымша сұлу әрі жас қыз болу керек еді. Кінәрат тоқ шәйнектің өзінде емес, тоқ жүретін бауында екен. Оны жөндеп берген мен Жандостың ол әйелді маған әдейі сілтегенін сездім. Сізге көп рахмет деген мөлдір дауыс шынымен жаңағы әйелдің аузынан шықты. Байқағаным кішкене қара көздері адамға тіке зерттей қарайды екен. Әйел кеткен соң Жандос: аты Алима, күйеуі жоқ, бір баласы бар екен. Мен кадр бөліміне жаңа технологияны өндіріске енгізуге байланысты сыйақы беру туралы бұйрық жобасын апарып едім. Сонда анкета толтырып жатыр екен. Үлкен бір іс бітіргендей ыржиды. Мен болсам мән бермегендей түр көрсеттім. Арада бірнеше ай өтті. Алимамен араласып кеттік. Жоспарлау бөліміндегі әйелдермен бұрын араластығымыз жоқ еді. Енді бір мейрам болса, 2 бөлім қосылып, соңынан жалпы зауыттағы қызықшылыққа бірге барамыз. Бірде Алиманың үйіне 2-3 жігіт барып, ауласын жөндеп бердік. Шешесі мен бір ұлы бар екен. Алимадан біздің жігіттер авансқа деген қарызға ақшалады, ақылдасып тұрады, тағы басқа уақ-түйек жұмыстармен еркін бара беретін болды. Мен ғана сөйлеспеймін десе де болады. Әйелдерді жек көремін. Соңғы 2 жылда оларға еркін, тыс, жазғыра, кінәлай қарайтын болғанмын. Әйелдерсіз жаңа өміріме үйрене бастадым. Думанды кештерге барғанда ең сұлу, ең тәкаппар деген қыз келіншектердің айналама үйіріле қалатыны, 2-3 көргеннен кейін қойныма енуге кетер еместігі, олармен кешетін тәтті ләззат алу сәттерінен кейін майдан алаңнан жеңіспен оралғандай күй кешетінім, әйелдердің алдындағы асқақ күйім, оларға кейде менсінбей кейде мысқылдай қарайтыным, бәрі көзден бір-бір ұшып, көрген түстей өте шықты. Тек әйел денесінің құпия территориясына жетпей, не ене бергенде шауқатымның еріксіз төгіліп кететіні үнемі көз алдыма кетпейді, сурет болып қалды. Жаңа жыл жақындап қалды. 2 бөлімнің қызметкерлері жаңа жылды бір күн бұрын жұмыстан кейін қалып, қарсы алатын болып келістік. Ұйымдастырып жүрген баяғы Алима, ол туралы жұрт мақтап айтатын болған соң, жұмысына да тыңғылықты, білімді, өзі де таза адам дейді. Ол жұмыс аяғында маған келіп: «Мәлік, сізді өлең айтады дейді ғой, ертеңгілік мерекелік кешімізге домбыра мен гитара алып келіңізші» деді. Құдай біледі, бұл туралы оған айтып жүрген Жандос. Ол әйел менің үйде домбырам мен гитарам барын қайдан білсін. Ертеңіне Жандостың машинасымен екеуін де алып келдім. Үлкендеу болған соң әйелдер біздің кабинетімізге дастархан жасады. Біз оларға көмектесіп, дүкенге жүгіріп, банкілер мен шөлмектерді ашып көмектестік. Бір үйдің адамдарындай ұйымшылдықпен дастарханға отырдық, тостылар айтып биледік. Осы кешке арналған шарт бойынша әркім бір номер дайындау керек. Біреу билейді, біреу өлең айтады. Жандос анекдот айтып берді. Өлең айтуға зауқым соқпаған соң, мен домбырамен балбырауынды, гитарамен полонезді орындап бердім. Кеш аяғына қарай Алима маған музыкамен сүйемелде дегендей емеурін білдірген. Әнге басты. Қасымызда күн сайын көріп жүрген адамды елемейміз де, бағаламаймыз да ғой. Жалғыз менің ғана емес, бәріміздің ауыздарымыз ашылды да қалды. Алима менің музыкамен сүйемелдеуімді қажет етпегендей биік даусымен шырқап отыр. Қамысай әупілдектің мүше-мүше, сарғайдым осынау көлдің суын іше. Әупілдек қос қанат саған біткен маған бітсе, барарем қалға тайға әлденеше. Әупілдек мөлдір даусында сағыныш бар, аңсау бар, адамды бір тылсым тереңдікке тартып бара жатқандай. Алима екінші әнді бастады. Дударай, келмек болсаң тезірек кел, орныңа өңкей жаман таласып жүріп. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым. Мөп-мөлдір даусында арман бар, зарыға күту бар, махаббатым бақытын іздеу бар. Ән аяқталғанда әуені бәрімізді сиқырлап тастағандай бір сәт үнсіз қалдық. Осыны айтқан шынымен Алимама дегендейміз. Ішіміздегі Сәрсенкүл апай ду қол шапалақпен қабаттаса: «Ту, Алима, 1 жылдан бері осынша өнеріңді неге жасырып жүрсің?» деп өкініш білдіргендей болды. Оның айтқандарына мен де іштей қосылдым. Алима айтқан 2 әнде бәрімізге ұнады. Ұзақ отырдық. Мен де аяқ астынан қайран 25, атпен қудым жеткізбес деп, біраз ішімдегі ащы запыранымды шығарып алдым. Сәрсенкүл апай бастап, Алимадан тағы өлең айтуын сұрадық. Біздің ауылдың частушкалары деп, жеңіл ойнақы өлеңдерге көштік. Айтқан өлеңіне қарай адамның да мінезі өзгеріп тұратын ұқсайды.
Қазіргі ауылның алтауызын айтып отырған Алима басқа Алима. Есігі малды көтерме, көтермеден өтерме, қанша сүйдім десең де сүйгеніме жетерме. Алтын сағат әперме, таға білмейтіндерге, махаббатты қор қылма, сүйе білмейтіндерге. Ол өлеңді беріліп айтады екен. Сол күні тамаша кеш болып ұзақ отырдық. Ешкім үйлеріне қайтуға сықпады. Барлығы балалық, жастық шақтарына әсем әндер арқылы саяхаттап келгендей. Кеш аяқталғанда үлкендерді бір рейспен үйлеріне жеткізіп тастаған Жандос екінші рет кетіп бара жатып кабинеттің кілтін Алима екеумізге ұсынып: Алима, екеуіңе комсомолдық тапсырма. Комсомолдық жастан өтіп кеткеніміз есіне түссе керек. Дереу сөзін түсетіп: жоқ, партиялық тапсырма, аяғына дейін жинап тазалап бір-біріңді шығарып саласыңдар, деді. Екеуміз де партия мүшелері болмасақ та қарсылықсыз қала бердік. Екеулеп кабинетті жинастырып Алиманы үйіне шығарып салдым. Жолай үнсіз болдым. Не айтарымды білмеймін. Әңгімеміз қабыспады. Жынды адамдай жасын сұраппын. Ол болса әлдебір мұңдау еңдің ыңылдаумен болды. Жасы менен бақандай 4 жас үлкен екен, бірақ сырт көзге жас көрінеді. Алима есігін ашып жатып: мәке, үйге кіріп шай ішіп кетіңіз, деді. Мамасы мен баласы бар емес пе еді? Әлде бүгін жалғыз ба екен? Екі ойлы тұрдым да рахмет сыпайы айтып қайтып кеттім. Үйге келе жатып Алиманың әні ұнағаны шын, бірақ өзі емес деген ойға келдім. Мәлік ағаның сөзін бөліп біреу купе есігін жұлқылады. Ағай әңгімесін үзіп есік ашты. Көпесін шатастырып алған көрші көпенің адам екен. Сірә рестораннан қайтса керек, аузынан арақ иісі сасып тұр. Әңгімемізді бұзып жіберді. Мәлік ағай да тамбурға шығып темекі тартып келіп даусын баяулатып әңгімесін әрі жалғастырды. Жұмысқа келсем Жандос жымың-жымың етеді. Жағдай қалай деген сөзіне соншалықты маңыз береді. Екі иығымды көтерем. Жұрт дегенді қойсаңшы, Жандос тағы нағыз парсыңдар дейді. Жалғызілікті әйелге ғана емес, жалғызілікті еркекке де сөз үйіргеледі екен. Бір күні мені тоқ ұяларын жөндеуге Алима үйіне шақырды. Жөндеу деген әдейі айтылған сылтау. Бүгін Алиманың туған күні екен. Ыңғайсызданып қалған мен: неге жалғыз қарсы алғалы жатырсың деп едім. Ол тіке: туған күнімді сенімен бірге өткізуім келеді, деді. Онымен жалғыз қалудан қорыққандай кеткім келіп еді. Аяқтарым айтқанына көнбей, көңілім де онымен бірге аз уақыт болса бірге болуды қаладым. Бірақ асығыс едім. Баратын жерім бар. 1-2 сағат болайын. Бұндай күні сені жалғыз қалдыруға болмас деп күлген болдым. Алдымызға иісі бұрқыраған манты да келді. Салаттардың да ащысы да тұщысы да бар. Тост айтып құттықтаған болдым. Білмегенімді айтып сыйлығым мойнымда дегенді қостым. Алима шарапты молынан ішіп отыр. Кезектесіп те қосылып та өлең айтып біраз уақыт өткіздік. Тезірек қайтуға себеп іздеген мен. Сені бұлай көп ішеді деп ойлаған жоқ едім, дедім. Сенімен еркін сөйлесіп, еркін болу үшін әдейі ішіп отырмын, деді. Бағанадан бері бір жаққа бармақшымын деп тартыншақтанып, тормозым ұстамай қатты ішіп кетем бе деп қорқып аз ішіп отырғанмен, рюмканы сырып қойып, үлкен кесеге арақты құйып тартып жібердім деп: несі бар, еркін болсақ еркін болайық, дедім. Ол біраздан кейін тіземе отырып мойнымнан құшақтады. Ернімнен ернін іздеп тапты. Сезімім селт етпейді. Мәлік, бағана сыйлығың мойнымда деп едің ғой, сол сыйың болсын. Бүгін таң атқанша менің қасымда болшы, деді. Арақ ішкен соң ба, әлде не бүк не шік болсын деп бұл қатынасымызға тезірек нүкте қоюға тырысып, өзімше жұмбақтап: Алима, мен сенің ойыңнан шыға алмаймын-ау деп қорқамын, дедім. Тағы бір жолы бар. Ол ештеңеге қарамай атып тұрып үйге қайту болатын. Бірақ Алиманы аядым. Олай істесем, оның намысын тапсап, менсінбей кеткендей болам. Бағана отырмау керек еді. Енді бір қалған соң не болса да аяғына дейін жеткізу үшін шыдау керек деп шештім. Құшағыма тығылып жатқан ол: оны білем, деді. Мәс саған, дедім ішімнен. Нені біледі екен? Мен сені сүйемін, Мәлік. Ол жағың істемегенмен қолың мен тілің бар емес пе? Қап, мына қатын мен өлдірді-ау. Өзі немене көріп білме? Тілім байланып қалды. Мен құлағым қате естіп тұрған жоқ па деп құлағымды шұқыдым. Дұрыс еститін секілді. Алима сөзін әрі жалғастырды. Сен таң атқанша менің қасымда болшы. Менің айтқандарымды тыңдасаң болды. Bir түн ғана. Содан кейін өзің шешерсің, деді. Кішкентайымды жаңа ойыншық алып берсе бұзып зерттеп, ішінде не бар, не жоғын біліп қайтадан құрастырып шығатымын. Мені бір әуестік биледі ме? Әлде әйел мен еркек арасындағы қатынасты бір кісі де білемін дейтін маған. Өзімнен де білгір ұстаз кездескенін сездім бе? Әйтеуір ұятты бір жағдай болса көп ішіп қойыппын деп, нағыз болмаса ол жерде жұмыстан шығып кетермін деп ойлап,
Осы жерден таң атқанша қаламын деп шештім. Басым арақтың буы тие бастаған секілді ме, көңілдене бастадым. Әміріңізге құлдық, падишам, не бұйырасыз деп ойнақылана тіл қаттым. Бар киімдерін шеште, ваннаға жүр, мен су толтыра берем деді. Дастархан басына келіп, тағы бір рюмка арақты қағып салып, еркінсітіп ұялмайтын етіп жіберетін арақтың болғаны қандай жақсы деп ойладым. Ваннаға кірсем, Алима ваннаға су толтырып, әлдебір қызғылт сары ұнтақты суға салып жатыр екен. Мұрын жарған хош иіс аңқып кетті. Арақтың қызуы ма, дел сал бір күйге түстім. Алиманың айтуымен ваннаға отыра кеттім. Ішімнен бәлде даусым шықты ма білмеймін, рахат ұят емес деп өзіме өзім дем беріп қоямын. Алиманың да тыр жалаңа шешініп жатқанын байқап, көздерімді жұма қойдым. Әйел денесінің сәл ашық-шашық жеріне көзім түссе болды, бойымды билейтін тәтті дірілден еш хабар жоқ. Өлім-ай деймін ішімнен. Ваннадан атып шығып кетіп қалғым келді. Не болса да болары болды. Я, оны білем дегенді нені меңзеді екен. Мен болсам өзімнің пас екенімді меңзеп айтқам. Қателеспесем, ол да менің ойымды дұрыс түсінген секілді. Бала емес қой. Мейлі не болса да, енді бәрі кеш. Көп болса Алимамен бірге істейтін заводтан жұмыстан шығып кете саламын. Мәлік белсіз екен деп айтып жүрмес, өзі ғой қалмай жүрген. Алиманың аузында ән, жаңа шыққан ән. Қайда сол жаны әппақ шуақты, сезімге де өзіне де тұрақты. Мені сүйер біреу бар деп алданам, сол алданыш шын бақтым сияқты. Мәлік, қане арқаңды сайын, мен бағана шомылып алғам деп, баласын шомылдырған анадай мені жуындырып жатыр. Мен болсам, не істесең соны істе, бар ерікті өзіңе бергем дегендей момақан күйде отырмын. Ұйқыда жатқан сезімді оятып алса тіпті жақсы болар еді деймін. Мені шомылдырған суды төгіп тастап, қайтадан су толтырып, маған аяқтарыңды жина дегендей ымдап, өзі де отырды. Біреу айтса күлер едім. Ваннада шомылудың да өз қызығы бар екен. Әсіресе әйел мен еркектің бірге шомылғаны. Ванна үлкен болғанмен екеумізге таршылық қылғандай. Алима алдымда бір адамдай жартылай жабысып жатырмыз. Алима менің батылсыздау қолдарымды қосанарын апарды. Жайлап сипағаннан артыққа бармадым. Қысып алғым келген. Аймалап ұзақ сүйгім келген. Бірақ содан соң не істеймін деймін. Мәлік мені төсекке көтеріп алып баршы деген сызылған үнді естігенде, көрші бөлмедегі төсек емес, жердің шетіне алып бар деседі әзір едім. Бөлек бөлмеге жерге салынған төсекке әкелгенде Алима бұлттың етіп құшағымнан шығып кеткенін байланып, дастархан басынан 2 рюмкаға арақ құйып әкелдім. Алиманың шарап ішіп отырған білсем де әдейі арақ құйдым. Өзімнің де ішкім келіп тұрмаса да өз есебім бар. Кейде әр нәрсенің кем-кетік арақ білдірмей жібереді. Ішкендер анау-мынау нәрсеге көңіл аудара қоймайды дейді ғой. Алима екеуміз үшін алып қоялық деп қиыла қарап, ішуін күтіп, одан кейін өзім де тартып жіберіп, бір нәрсені қатыратын адамдай Алиманы құшақтап төсекке құладым. Алима мойнымнан тас қылып құшақтап, денеме дене болып жабыса қалып ернін тосты. Енді ерінге ерін тиіп, бұлақ суына шөлдеп келіп бас қойып сіміргендей аймаласқан соң, қолдарыңда өзінен өзі автоматты түрде әйел денесін сипалай түгендей бастайды ғой. Жаным, мен сені жақсы көрем, сен менің ұзақ күткен адамымсың дейді Алима. Денемді біресе аймалап, біресе сылап жатып. Екеуміз космос кеңістігіндегі салмақсыздықта ашып жүргендейміз. Біріміздің басымыз, біріміздің аяғымызда жатады, немесе керісінше. Сонша әйелдермен болып, мұндай жағдайға соғыспаппын, қабат деген ай деп өкіндім. Алиманы мұндай қызуғанды деп ойламап едім. Денесіне массаж жасап аймалағаныма өзінен өз қозып, демі жиілеп, көздері шалшылт етеді. Мәлік, бар денемді аймалашы деді алқынған дауыс. Өзі маған үлгі көрсеткендей сандарымды да, сүмірейіп сұлғы жатқан 200 грамм етімді де жанай өтті. Одан соң сұқ саусағымды қыса ұстап, өзінің кіндіктен төмен тұсына апарды. Мен оқыған сұрағы келген студентте қуанып кетіп, оның қолдарын серпіп тастап, сол аймақты зерттей бастадым. Алима көздерін жұмып рахат бір күйде жатыр. Денесі бабында, титімдей артық еті жоқ, құлын мүсіні бәйгеге қосылар сәйгүліктей жұтынып тұр. Еркекпен болмағаныңа қанша болды деймін. Алқына сыбырлап, тіпті бұл сұрағымның орынсыз екенін де біліп тұрғандаймын. 5 жыл, 7 ай, 9 күн. Жаным, бір-бірін жақсы көретін адамдар бір-біріне деген ынтызарлық сезімін жасырмауы керек, оны көрсете білуі керек деп, менің дене мүшелерімді түгендей бастағандай. Мен де ен даладағы қос күнбездей, көз арбаған кеудеге біткен қозанарды аймалаған сайын ес-түстен айырылып барамын. Бірақ белден басып өтіп, бөксеге жаққа бармауға жүрегім дауылар емес. Мәлік, сен психологиялық кедергіден өте алмай тұрсың. Әйел мен еркектің арасындағы қатынас өз алдына үлкен бір ғылым. Бір-біріміздің денемізді зерттеуді
бірге бастауымыз керек. Бұл уақытша нәрсе. Сен ертең емделіп, жазылғанша ғана. Менде жүкті болып сенің балаңды көтеріп жүргенде, сенімен жатуға болмайтын 1-2 айда да сезім рахатына бөленудің осындай жолдары бар деп, асқан бір нәзік сезіммен тұла бойымды балықтай аймалай бастады. Бір кезде кең төсек үстінде екеуміз құмда ойнаған балалардай жалаңаш күйде шүйіркелесіп отырғанымызды байқадым. Алиманың мені қанаттандырып, мен жүкті болып сенің балаңды көтеріп жүргенде деген сөздерінің соншалықты сенімді, соншалықты нық шыққан, сондай кенет менің басыма әлдеқайдан бір сигнал келгендей, сәл шыдасам Алиманы жүктететіндей көрініп, 5 жыл, 7 ай, 9 күн еркекпен болмаған әйелдің алдында бір түн айтқанын тыңдаймын деп уәде беріп, сөзіме қожа бола алмағаным азаматтыққа жатпайтынын түсінген болуым керек. Соңғы кезде әлдеқайда болады, тағы да ұятқа қалатын болдым-ау деп, мен еркімнен тыс сезімді тұсаулап тұратын қорқыныштың қақпағын алып, лақтырып тастағандай болып, сезімді еркіне қоя бердім. Сөйтіп жатып Алиманың мен ойлаған әйелдерде емес, мен үшін көп нәрсеге әзір екеніне көз жетті. Теңіз жағасында өсіп, көптен сол теңізде болмай, сол теңізді сағынып келген баладай, Алиманың жетегіне еніп, құмарлықты қандырудың, соның ішінде әйел құмарлығын қандырудың басқаша жолдарын үйрене бастадым. Минуттар өтті ме, секундтар өтті ме білмеймін, Алиманың мен аймалап, аласұра айтқан сөздермен қатар балықтың торсылдағанын жарылғандай дауыстан басымды көтеріп алдым. Құлап сүрініп ваннаға жүгірген мен, қолым мен бет-аузымды шайып келсем, Алима шала жансар адамдай былық-сылық жатыр екен. Еппеп құшағыма алып, бауырыма бастым. Мен оның күн сайын жұмысқа барудан, үйіне келген соң құрғақтай тамақ жалғап алып, телевизор көруден басқа жұмысы да қызығы да жоқ. Бар істейтін жұмысы 2 жұмада бір химчисткаға киімдерін тапсырып алатын, айына 1 рет адам жалдап, үйін тазартатын, 2 күн демалысын арақ ішумен өткізетін еркектің үйіне нұрын шашып, өзгеріс енгізетінін, маған ең жақын, ең қымбат адам болуы мүмкін екенін түсінгендеймін. Мен сені ешкімге бермеймін, деді бақытты әйел даусы. Мен сенімен өле-өлгенше бірге болам, дедім. Айналамның алтын шуақты нұрға малынғандай болғанына таңданған, жылдар бойы арқалап келе жатқан ауыр жүк мойнымнан түскендей болған мен дел сал болып жатып, соңғы кезде өмір туралы, өмірімнің соңғы күндері қалай өтеді деп, қартайғанда қасымда су әперетін де адам болмайды деп уайымдай бастағам. Кіндіктен жалғыз ұлым әйтеуір алиментін төлеп, әкесі деген атым болмаса, анда-санда кездескендіктен бе арамыз салқындай бастаған. Сол кезде жалғыздық дегеннің ащы дәмін татып жүрген кезім еді. Сол түннен соң Алима екеуміз 2 жарты 1 бүтін бола тұрып жатқанымызға 2 жылға таяу уақыт өткен. Өміріміз өзгерді. Толыққанды жанұя болып, кішкене отанымыздың жоспарларын құрамыз. Бірге қонаққа барамыз, үйге қонақ шақырамыз, саяжай мен машина алдық. Әйтеуір өмірімде Алимаға да тән ризамын. Алима екеуміздің бірігіп жасаған махаббат атты кемеміз бақыт атты теңізде еркін жүзе бастады. Бір-бірімізді көзқарасымыздан ақ түсінетін кезге жеттік. Осы уақыт аралығында Алиманың талабымен бұрын көрінбеген дәрігерлерге қаралдым. Нәтиже болмады. Одан халық емшісі деме, дұғамен емдейтіндер деме, әйтеуір алысты жақынды, еркек әйелі, жасы кәрісі бар талай емшілерді адақтап күдерім үзіле бастады. Біреулер көзімше ем қонып, құлан таза жазылғанын көріп үміттенемін де айтқандарын істеймін, іштегенін ішемін, жаса деген жасаймын. Бірақ соңынан еш нәтиже шықпағанын көріп, көңілім бәсейіп, үмітім үзіліп, сенген көңілім күлге айналады. Сол кезде мен Алиманың маған үлкен сүйеніш болып, мықты төзімділік танытқан ерекше атауым керек. Жазғы демалыста Алматыдағы әйелімнен баламды алдырды. Ол да 3 ай бірге болып бір тіске бауыр басып кетті. Ұлыммен бұрынғы арамыздағы салқындық жоғалғандай. Оның баласын өз атыма жаздырдым. Тәрбиелі бала екен, өз баламдай болып кетті. Тойлар мен қонақтарда бір-бірімізді көздерімізбен аймалап отырып, қосылып ән саламыз. Жұрт бізге сүйсіне қарайтын. Жақын жолдастарымыз Төлеген мен қыз жібек келе жатыр дейтін болды. Үйіміз бақыт қонған ордаға айналып, іші нұр мен жылылыққа толды. Ер мен әйел арасындағы төсек қатынас туралы кітаптарды Алима екеуміз 2 жақтан жинадық. Қазақша кітаптар жоқтың қасы, басқа тілдерден аударылып, орысша басылғандары ашық тәптіштеп жазылады екен. Қазақшаларында басын бастап келе жатады да ар жағын ішін білсін деп қоя салады екен. Ол кітаптарды оқып отырып япырау, мынау шынымен өз алдына бір ғылым саласы екен ғой. Ер мен әйел арасындағы жыныстық қатынас білу үшін бір институт бітіру керек шығар деймін.
Денің жазылам ба деген үмітім үзілді. Не дерт екеніне менің басым түгілі ондаған ғылым кандидаты мен профессор медиктердің де бастары жетпей жатыр. Ішімнен ылғи баяғы Атыраудың Әселасының қарғысы емес пе деп қоямын. Сонымен дәрігерге де емшілерге де қолды бір сілтедім. Мен бақытты дедім. Менің екі ұлым, үй жайым, сүйікті жұмысым, ең бастысы менің жанымды түсінетін, мені бақытты етіп отырған, ешбір әйелге ұқсамайтын қымбатты адамым бар еді. Егер Алима болмағанда, шарасыздықтан арақ ішуді бастағанда, менде бұлардың бірі де жоқ. Қайыршыма, бомжба болып жүретін едім деп ойлап, шүкіршілік етемін. Бірақ Алиманың мінезін білмейсің ғой. Менің ойлағаным өз нәпсім емес, мен сенен сәби сүюім керек дейді. Мен екі баламыз бар, Құдайға шүкір деймін. Ол болса құшағымда жатып арманын айтады. Толымы желбіреген, саған тартқан қызым болса дейді. Жоқ, бір ұл бір қыз туам дейді. Сөйтіп жатып кезекті емші туралы айтқанда мен шарт кеттім. Мен ешқайда да бармаймын дедім. Әдеттегідей менің денсаулығымның түзелетіне көзімді жеткізіп баруға үгіттей бастаған Алимаға мен шаршадым. Саған бай болып жарытпасам, қалаған байыңа тиіп ал деп тіке кеттім. Айтарын айтсам да, оның жанын жаралағаныма өкіндім. Даусымды жұмсартып, жасының 40-қа таяп қалғанын, оған бала туудың кеш екенін, алғашқы баласын туғаннан 10 жылдан асып кеткендігін, қауіпті екенін айтып үгіттеумен болдым. Менің шешем 10-шы баласын 49 мүшел жасында туған. Мен неге 40 жасымда туа алмаймын? Анау досымыз Әсия да бірінші қызын 41 жасында туған жоқ па? Бір облыс орталығында емші кемпір бар екен. Арғаталарынан бері емші. Мұндай аурулар түгіл жынды адамдарды да жазатын көрінеді. Осы жолы соңғы рет барайық. Ем қонбаса енді мен емдел деп өмір айтпаймын деп ант су ішіп ботадай боздап отырып алды. Сөйтіп екеуміздің де жұмыстан ақысы демалыс алып пойызға отырып емші